кітапхана оқырмандары. Сақтаған Бәйішев атындағы Ақтөбе облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай тәуелсіздік жылдарындағы кітапхана айдарында кітапхана ісінің ардагері және Қасымқызы Кәрібаева мен өтетін мамандығы мақтанышым атты сыр сұхбатын сіздердің назарларыңызға ұсынады. Және Қасымқызы, сізді көргенімізге қуаныштымыз. Біздің бүгінгі сұхбатымызға қош келдіңіз. Ал ендеше сізге дәстүрлі сұрағымыздан бастайық. Өмірде осы кітапханашы мамандығын таңдаған кезде сіз мамандық таңдаудан қателескен жоқсыз ба? Құрметті кітапхана оқырмандары, саламатсыздар ма? Мамандығым мақтанышым тақырыбындағы сыр сұхбатқа қош келдік. Өмірде таңдаған мамандықты қателескен жоқсыз ба деген сұраққа айтар болсам, мен бұл мамандықты таңдағаныма ешқашан өкінген жоқпын. Қателеспедім деп айта аламын. Мен 1961 жылы 1 қаңтарда Ақтөбе облысы Ырғыз ауданында дүниеге келдім. 1968 жылдан 1978 жылға дейін Қараптау аудандық орта мектебін бітірдім. Осы кітапханаға менің қызығушылығым кішкентай кезімнен басталды. Орта мектепті оқып жүргенде кішкентай ғана ауылдық кітапханасында, Еңбекту аудандық ауылдық кітапханасында кітапханадан үнемі кітап алып оқитын едім. Енді менің сондай кітапханаға қызығушылығымды байқады ма, кітапханашы апай Сәния деген кісі мені өзінің мамандығына тартқысы келді ма. Мен барғанда өзімен бірге столдың үстінде кітаптар үйіліп тұратын еді. Сол кітаптарды жинауға көмектесуін өтінеді. Сол соңында жүріп, мен кітаптарды жинастырып, әр полкіге қоятын едім. Содан бастап менің осы кітапханаға мамандығына деген қызығушылығым артып, мектепті бітіргеннен кейін Ақтөбе мәдени-ағарту училищесіне 81 жылы бітірдім. Одан кейін еңбегімді, жұмысты үзбей жүріп, 2001 жылы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің кітапхана және библиография бөлімін бітірдім. Кітапханашы мамандығы бойынша 42 жыл жұмыс жасадым бір салада. Қазір құрметті зейнеткермін. Кітапхана саласының үздігі төс белгісінің иегерімін. Керемет, құтты болсын. Және Қасымқызы, осы сіздің қызметтік жолдарыңыз сонау Кеңес үкіметі кезінен басталды. Одан бері тоқырау кезеңі, одан қалды тәуелсіздік жылдарында сіз қалтқысыз еңбек еттіңіз. Осы жылдарда кітапхана жағдайын бізге әңгімелеп берсеңіз. Кітапхана жағдайы қандай болды? Кітапхана мен оқырман байланысы болды ма? Осы кездегі бір ерекшеліктерді бізге әңгімелеп берсеңіз. 1981 жылы мен жұмысымды бастадым. Алғашқы ол Кеңес үкіметінің кезеңі болды. Ол уақытта кітапханашы мамандығы мәртебелі мамандық болды. Ол уақытта оқырмандар кітапханаға көп келетін еді. Жаңа қазіргі заманғыдай технологияның дамыған заман емес. Біздер бәрін қолмен жасадық. Кітапханаға келіп түскен жаңа әдебиеттерді қолмен жазып, кітапханаға кіре берістегі алфавиттік және систематикалық жүйелік каталогтарға өзіміз карточканы қолмен жазатын едік. Және өтетін көпшілік шаралардың көркемдеуін қолмен, кітапханалық плакатын шығардық. Перомен, гуашпен, тушпен өзіміз қолмен жазатын едік. Соның өзі бір қызық болды. Оқырман мен кітапханашының арасында өте тығыз байланыста болды. Жаңадан келген газет журналдарды жаңалықтармен бөлісіп, оқырмандарға бірінші ақпаратты жеткізуші болдық. Одан кейін 1986 және 91 жылдары мен аудандық партия комитетінің кітапханасында жұмыс жасадым. Енді 90 жылдары Кеңес одағының ыдыраған заманы уақытында кітапхана жабылып, өзім жұмыссыз қалдым. Сол уақытта мен кітапханамды бірде-бір кітабын шашау шығармай аудандық орталық кітапханаға тапсырып, өзім де сол кітапхана жұмысқа тұрдым. Одан кейін заман талабына сай 94 жылы осы Сақтаған Бәйішев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасына жұмысқа келіп орналастым.
Енді тоқырау кезі сол кезде де басталды. Тоқырау кезінде кітапхананың ғимараттарын алып қою, кітапхананың жабылуы, айлықтың аздығы және уақытында берілмеуі, оқырмандарды жоғалтып алуымыз, сол заманда өте қиыншылықтар болды. Қаражат бөлінбегендіктен кітапханаға жаңағы әдебиеттер алу қиынға түсті. 2000 жылы мәдениетті қолдау жылы аясында кітапханаға жақсы көңіл бөле бастады, жағдай жақсарды. Жаңа ғимаратқа көштік, оқырмандарымызбен қайтадан табыстық, жаңа технологиялар алдық, компьютер берілді кітапханаға, айлықтар да жайлап өсе бастады. Солай енді тәуелсіздің жылдары өте кітапханаға жағдай жақсалды. Міне қазіргі заманда енді барлық бүкіл ақпаратпен қамтылды ғой кітапхана. Барлық жағдай жасалды. Қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін кітапханашы мамандығы туралы бір ауыз сөзбен жеткізу мүмкін емес. Кітапханашы бүгінде тек оқырманға кітап беріп қоймай, көптеген маңызды жұмыстарды да қоса атқарады. Бұл мамандықтың қызығы мен қиыншылығы туралы бізге Және Қасымқызы айтып берсе. Осы мамандықтың қызығы неде және қиыншылығы неде екен бізге түсіндіріп берсеңіз. Бұл мамандықтың жұртқан көзіне елене бермейтін, көп көзге көрінбейтін мамандық болғандықтан, бұл мамандықты жастар таңдай бермейді. Ал жақсы жағы қызық, ол жаңа ақпараттарды танысып отыру, оны оқырмандарға жеткізе білу. Кітапхана маманы өзі жаңа ақпаратпен қаруланған, әмбебап, ғылыми білімді маман болу керек. Яғни бұл салаға жастарды көптеп тарту керек. Енді қазіргі заман талабына сай кітапхана жаңа техникалармен жабдықталды. Әрбір оқырманға кітап оқу үшін барлық жағдай жасалды. Еліміздің болашақ жастар деп жатамыз. Осы тәуелсіз еліміздің жастарына кітап оқуды насихаттауда қандай ақыл кеңестер бере аласыз? Енді қазір оқырмандар бәрі қолдарында, смартфондарында электронды кітаптарды жүктеп оқи алады. Сонымен қатар аудио кітаптарды да жүктеп оқи алады. Дегенмен де осы дәстүрлі кітапқа көшу керек деп ойлаймын. Ол кітаптың әр парағын парақтай отырып, ол оқиға желісімен бірге еніп оқыған дұрыс. Сол себепті қазіргі кітапханашылар осы оқырманға кітапты ұсынғанда видеоларымен кітап туралы және слайдтар арқылы көрсетіп, өткізілген шараларда, кітап көрмелерінде кітаптарды оқырмандар өздері келіп танысып, қолдарына ұстап алып оқыса, ол жақсы болар еді. Өйткені ол қазір бәріне белгілі, денсаулыққа да пайдалы кітапты өзі қолмен оқыған. Жақсы. Осы айтып өткен ұсыныс пікірлеріңіздің барлығы орынды. Бұл жұмыстардың барлығы қазіргі таңда атқарылуда. Бұның барлығын Бәйішев Instagram парақшасынан көрулеріңізге болады. Осы кітапханашы мамандығына жастарды қалай тартуға болады? Бұл кітапханашы мамандығы алда айтып кеткендей өте еленбейтін мамандық. Енді бұл кітапхана мамандығын оқытатын жоғары оқу орындары бар. Сол мамандықтарға гранттарды көп бөлсе, және де осы кітапханашылардың айлықтарын көтерсе, енді биылғы президентіміздің жолдауында жақсы айтылып кеткендей, 2022 жылдан бастап мәдениет қызметкерлерінің, соның ішінде кітапханашылардың айлығын 20%-ке көтеріледі деген жақсы жаңалық естіп жатыр. Өте қуантарлық жағдай. Солай жастарды қызықтырып оқуға, кітапханашының жұмысына тартуға болады. Бұл кітапхананың жұмысы мәдениет мекемесі болғандықтан, бүкіл ақпарат жаңа технологиялармен қаруланған, бүкіл оқырмандарға сұраған ізденіс сұраныстарын жедел түрде тауып бере алады. Енді мен өзімнің туыстарым арасында кітапханашы мамандығына өзім сіңлімнің қызын тарттым.
Ол бала биыл колледжді бітірді, енді жоғары оқу орнында оқып жатыр. Болашақта сіздердің қатарларыңызда көрінетін осындай киелі мекемеде жұмыс жасайды деп ойлаймын. Бұл кітапхананың оқырмандарға берері мол, кітап қоры әмбебап, өте бай кітапхана. Бүкіл әлем әдебиеттері, әлем тарихы бәрі жинақталған осы кітапханада. Жақсы, сонымен Жәния Қасымқызы, бұл мамандықты өзіңіздің туыстарыңыздың арасында да насихаттап жүреді екенсіз. Керемет. Жас келсе іске дейді, жас мамандарды әрдайым біз күтеміз. Сан түрлі мамандықтар бар, бірақ кітапханашы мамандығы өзінің өте қызықты да тартымдылығымен ерекшеленеді. Себебі күн сайын жаңалыққа толы сәттер, яғни жаңа келген газет журналдар, жаңа кітаптар және күн сайын келіп кітап алып жатқан оқырмандар, оқытушылар, қызметкерлер легі толастамайды. Жүсіпбек Аймауытов, мамандықтың жаманы жоқ, бірақ мұның кез келгеніне икемділік қажет. Бұл жай күнелту, тамақ асыраудың ғана жолы емес, үлкен өнерді, зор шеберлікті қажет ететін нәрсе дейді. Кітапханашының еңбегі қоғам мен мемлекеттің дамып, өркендеуіне өте қажет әрі маңызды мамандық екендігін ешкім жоққа шығара алмайды. Рухани білімнің, рухани мәдениеттің ордасы кітапхана ешқашан мәні мен маңыздылығын жойған емес. Ендеше Жәния Қасымқызы, тәуелсіз елімізге сіңірген еңбегіңізге шексіз алғысымызды жеткізе отырып, сұхбатымызға келіп, сырыңызбен бөліскеніңіз үшін сізге рахмет.